Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята! Бүгін сәуірдің 28-і, 28 апреля. Бүгін, балалар, біз бақылау жұмысын жазамыз. Сегодня пишем контрольную работу. Пишем дату. Пишите бақылау жұмысы. Начинаем. Первый вопрос. Алтыншы ғаламшар қалай аталады? Алтыншы, шестая. Алтыншы ғаламшар қалай аталады? Екінші сұрақ. Ғаламшармен сөзіне сұрақ қой. Задавай вопрос на слово ғаламшармен. Үшінші. Дұрыс сөйлемді белгіле. Найди правильное предложение. Төртінші. Шумақ деген не? Что такое шумақ? Жұлдыздарға сөзіне сұрақ қой. Задавай вопрос на слово жұлдыздарға. Нені сұрағына жауап беретін сөзді тап. Найди слово, которое отвечает на вопрос нені. Қызыл жұлдыз деп қай ғаламшарды атайды? Какую планету мы еще называем қызыл жұлдыз? Қоңырқай деп қай ғаламшарды атайды? Какую планету называем қоңырқай? Тоғызыншы сұрақ, 9-й вопрос. Күн жүйесінде қанша ғаламшар бар? Давайте вспомним, ребята, что такое күн жүйесі? Правильно, солнечная система. Қанша ғаламшар бар? Мына сөйлемнің соңына қандай тыныс белгі қоямыз? Тыныс белгі, знаки препинания. Қандай тыныс белгі қоямыз? Қазақстан азаматтары жасасын. Теперь, ребята, начинаем новый урок. Жаңа сабақты бастаймыз. Пишите тему «Сиқырлы қорап». Жаңа сөздермен танысайық, балалар. Новые слова. Қорап, қорап, өзгеше, кілт, ақырын. Очень жақсы. Теперь, ребята, пишем эти слова. Қорап, коробка, өзгеше, необычный, кілт, ключ, ақырын, аккуратно, медленно, осторожно. Енді жаңа сөздерге байланысты тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Көп нүктенің орнына вместо многоточия жаңа сөздерді қойып жаз. Ставим только новые слова. Они ақырын, кілт или қорап. Начали. Енді, балалар, суреттегі адамдарға мұқият қараймыз. Обратите внимание на эти люди. Талғат, Тілеухан, Санжар, Азамат. Тілеухан, Санжар, Азамат бір сыныптың оқушылары. Они одноклассники, сыныптастар. Талғат аға Тілеуханның көршісі, сосед. Тілеухан футбол ойнағанды жақсы көреді. Санжар скейтборд тепкенді ұнатады. Азамат кітап оқығанды жақсы көреді. Өте жақсы, балалар. Енді диалогқа назар аударамыз. Тілеухан айтады. Ассалаумағалейкум, көрші аға. Сізге көмек керек пе? Тілеухан говорит. Ассалаумағалейкум, сосед. Вам нужна помощь? Көрші аға отвечает. Талғат отвечает. Уағалейкум ассалам. Иә, келе ғой.
көмегің керек. Анау тұрған көк қорапты алып келші. Уағалейкум ассалам. Да, иди сюда. Нужна твоя помощь. Принеси мне синюю коробку. Мне мынау ма? Вот это? Да, это. Қораптан 25-ші кілтті алып берші. Подай мне 25-й ключ из коробки, сказал Талғат аға. Ішінде еш нәрсе жоқ. Внутри ничего нет. Қалай жоқ? Қайда қойдым? Как нет? Ой, где я положил? Мен онда үйге барып келейін. Әкемнің кілтін әкелемін, деді Тілеухан. Я тогда пойду домой. Я принесу ключ моего отца, сказал Тілеухан. Азамат говорит: Салем. Привет. Салем. Привет. Қайдан келесің? Ты откуда? Үйден кілт алып келемін. Көрші ағай сұрап жатыр. Я принесу ключ из дома. Сосед спрашивает. Бізде бірге барайық. Пойдем вместе. Мен тағы көмекшілер ертіп келдім, деді Тілеухан. Я привел еще помощников. Көрші аға, Талғат аға говорит: қош келдіңдер. Бос жүрсеңдер, мына жерді жинауға көмектесе қойыңдар. Добро пожаловать. Если вы свободны, пожалуйста, помогите убрать это место. Жақсы, хорошо. Тек заттарды ақырын қозғаңдар. Только двигайте вещи осторожно, аккуратно. Азамат айтады: мынау не болды екен? Что это? Говорит Азамат. Санжар: пішіні өзгеше. Форма необычная. Азамат айтады: давай откроем, ашып көрейік. Тілеухан говорит: не болды? Что случилось? Санжар айтады: не болып жатыр? Что происходит? Талғат аға: абайла, қорапты ашпаңдар. Осторожно, не открывайте коробку. Енді балалар, жалғасы жоқ. Как вы думаете, что случилось? Не болды, қалай ойлайсыңдар? Жақсы балалар. Енді екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап береміз. Кім кітап оқығанды ұнатады? Кім футбол ойнағанды ұнатады? Отвечаем на вопросы. Кім скейтборд тепкенді ұнатады? Азамат пен Санжардың сыныптасының аты кім? Тілеуханның көршісінің аты кім? Өте жақсы балалар. Енді үйге тапсырма. Видеороликте берілген тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp-тан жібереміз. Выполняем все задания и отправим мне на WhatsApp. Я буду ждать, ребята. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.